Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті хабарында аудандағы мәслихаттардағы рухани мәселелер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз Жамбыл аудандық мәслихатының хатшысы Саят Мұхамедқалиұлы Жұрын. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Сәрсенбі сәтінде арнамызға қош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйім өте жоғары. Жер жаннаты жетісуына телеарнасына келіп халықпен кездесіп сұхбаттасуға өте көңіл-күйім жоғары. Рахмет. Енді сіз білесіз, енді мәслихат, аудандағы мәслихат, жалпы өкілді орган, өкілетті орган, биліктің бір тармағы ғой. Бұл енді халыққа өте жақын буын болып саналады, өте халықпен тығыз жұмыс істейтін орган болып табылады. Яғни халықтың тілегін, мүддесін білдіріп жатасыздар. Енді жалпы ауданда жұмыс істеу үшін онда тағы бір билік бар, ол әкімдік. Сол әкімдікпенен қандай жағдайда қолма-қолсыз жұмыс істеп жатсыздар? Негізі Жамбыл ауданы киелі Жамбыл атамыздың жері, ауданымызда 170 мың халық, оның ішінде 61 елді мекен, 24 ауылдық округ бар. Содан сайланған облысқа 3 депутатымыз, ал жергілікті аудандық мәслихатқа 17 депутатымыз. Енді әкімшілік бірге атқарушы орган болғаннан кейін, біз өкілетті орган болғаннан кейін өте тығыз аудандық әкімшілікпен бірге ауданның қандай да жаңағы жетіспейтін, қандай да округтарда суы бар, жолы бар, басқасы бар, өте тығыз жұмыс жасап, сайлаушылардың ғайыр ауылдағы округтердің сұранысына депутаттарға сауалнама түссе, сол арқылы депутаттармен бірлесе отырып, аудандық әкімшілікпен бірлесе тығыз жұмыс жасаймыз. Шешіліп жатсыздар осы. Шешіліп жатыр. Енді сәке, аудандағы қадірлі бір лауазым деп айтады, аудандық мәслихаттың депутаты. Оған кез келген депутат бола алмайды ғой. Өзін көрсеткен, іскер, халыққа танымал адамдар депутат болады, солай емес пе? Енді өзіңіз жаңа айтып қалдыңыз, 17 адам бар аудандық мәслихатта депутат деп. Бұл азаматтар өткен жылы қандай жұмыстар атқарды? Былтырғы жылы ауданымызда үлкен істер атқарылды. 5 мектеп салынды. Әр округта, мына Қарғалы селолық округында Әсет Бейсеуов атындағы мектебіміз күрделі жөндеуден өтіп, Қасымбек селолық округында, мына Шолақ Қарғалы дейміз, Қасымбек ауылында үлкен мектептер күрделі жөндеуден өтті. Мынау елбасымыздың жаңағы 3 ауысымды мектепті жою жөнінде үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Сол жерде сайланған депутаттар өзінің учаскелік өзінің несінде үлкен жұмыстар атқарылып жатыр округтерінде. Депутаттар халықпен кездесіп, әрқашанда тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Дұрыс болған екен. Енді аудан болғаннан кейін оның құрметті азаматтары болады, оның санаулы бетке шығар сорпалары болады деген сияқты. Сіздерде ауданның құрметті азаматтардың атақ бар ма сіздерде? Негізі біздің Жамбыл ауданында құрметті азамат атағын жылына негізі 10 адамға беріледі. Ауданымыздың осы еңбек сіңіріп жүрген азаматтарға сол аудандық әкімшілік ұсынады, мәслихат шешім қабылдап сессияда бекітеміз. Ол енді үлкен еңбек сіңген Жамбыл ауданының құрметті азаматтары өте өздеріңізге белгілі. Туған жер бағдарламасы бойынша, өзіңіз білесіз, елбасының мақаласына байланысты туындаған нақты бір мектеп салған, немесе балабақша салған, немесе басқа да бір спорт алаңдарын салған азаматтар бар ма? Енді ауданымызда негізі кәсіпкерлер өте көп, жаңа балабақша салып, оның енді болашақта енді ауданымызда Ләулет Жарасбайұлы деген депутат азаматымыз сол ауданға, ауылға бір спорт сарайын сап берсе, Темірлан Шайнүсіп ағамыз балабақша салып жаңағы өзінің 150 балаға, одан кейін жаңағы Нұрлан Ұлатайұлы деген азаматтар осы халыққа әрқашанда өзінің ауылға деген көзқарасы қандай да бір жағдай болып жатса, ауданға, ауылға депутаттардың арасынан шығып көмектесіп жатқан азаматтар баршылық. Жақсы екен. Енді жаңағы меценаттар, немесе ауданның белгілі азаматтары, іскер азаматтар енді ауданның барлық дүниелеріне қатысады ғой. Әсіресе өткен жылы сіздер енді ауданның үлкен бір белесінен аттап өттіңіздер. 90 жыл болды ауданға. Осы 90 жылдықты қалай тойладыңыздар? Қалай несімен еске алды? Тек той тойлап қана қойдыңыздар ма, жоқ тағылымы бар ма оның? Шаралар бар ма өткізген? Негізі мен айтарым, енді былтырғы жылы
ауданымыздың 90 жылдығын атап өттік. Оны ауданымыздың әкімі Әли Бағдат Байшалының ұйымдастыруымен осы ауданнан шыққан, осы біздің аудан негізі 1928 жылы құрылып, осы былтырғы жылы 90 жыл толды. Сол 90 жылдың ішіндегі ауданымыздан шыққан атқамінер азаматтар, зиялы мемлекет қоғам қайраткерлері бәрі бірлесе отырып, ауданымыздың үлкен шаралар өтті. Ол енді үлкен аудандық мәдениет үйімізде үлкен конференция өтті. Жаңағы одан кейін артынан ауданымыздың орталық стадионында бүткіл зиялы қауыммен бірлесе отырып, үлкен шаралар өтті. Оған енді өзіміздің аудандағы ұстаздар, оқушылар, үлкен сонау осы туған жерге туыңды тіктеп, сонау ерте заманнан келатқан қойылым қойылып, үлкен артынан Сүйінбай этнографиялық ансамбліміздің концертімен ұстасып, арты от шашумен аяқталды. Дұрыс, сол жұмыстың енді бір қорытындысы тарихта қағаз бетінде қалу керек. Бұл жұмысты қалай атқардыңыздар? Қағаз бетінде тасқа басылып кітап болып шығу деген. Негізі сол ауданымыздағы, сол 90 жылдағы осы ауданымыздың құрылғанына байланысты ағалы ордам қонған жұрт атты осындай үлкен кітап шығардық. Бұл кітаптың ішінде сонау ауданымыз құрылғанның алдынан, осы құрылғаннан бері қаратай еңбек істеген үлкен қоғам мемлекет қайраткерлері, ішінде мінекей кереметтей елбасының сөзінен басталады. Тұңғыш президентіміз елбасының сөзінен басталып, үлкен іс-шаралар осы атқарылып, негізі жұмыстар атқарылғанның бәрі осы кітаптың ішінде жазылған. Енді атап айтсақ, облысымыздың әкім Амандық Абашев Баталовтың құттықтауы бар, елбасымыздың құттықтауы. Сондықтан үлкен осындай іс-шаралар атқарылған. Ағалы ордам қонған жұрт атты осындай үлкен кітап жазып шығардық. Бұл кітапқа үлкен ағаларымыз ат салысып, осы үлкен кітапты болашаққа, жас ұрпаққа қалдырған кітап, жаңағы сый деп есептеймін. Осыны осы Жетісу телеарнасына Ахмет Кендірбекұлы өздеріңізге ұсынсам. Рахмет. Жақсы. Тамаша кітап екен. Бұл енді кітап деген өте бағалы ғой, сіз білесіз. Кітап ол болашаққа қызмет жасайды. Бұл кітапта бүкіл тек қана ауданның тарихы емес, сол ауданда мекен еткен азаматтардың тарихы. Біз білеміз, Жамбыл ауданынан көптеген қайраткерлер көп шыққан. Мемлекет қайраткерлері, қоғам қайраткерлері. Міне осылардың бәрі осы кітапта тұр. Оның өмірбаяны олар. Бұл өмірбаяндар болашақ ұрпақ оқиды, осыдан үлгі алады. Аудандық мәслихат болғаннан кейін халықпен тығыз жұмыс істейді деп бағана айттық. Ол халықтың ішінде үгіт насихат жұмыстарын жүргізу керек болады. Кеше ғана өзіңіз білесіз, өткен жылдың соңында елбасымыздың үлкен мақаласы шықты, Ұлы даланың 7 қыры деген. Енді ол бойынша мәслихаттың депутаттар қандай жұмыстар атқарды, түсінік жұмыстарын қалай жүргізіп жатсыздар? Осы жөнінде қысқаша айтып берсеңіз. Енді елбасының Ұлы даланың 7 қыры атты мақаласын мұқият тыңдап, үлкен рухпен бір көтеріліп қалдық. Өзіміздің жаңағы рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасымен де үлкен шаралар өткізіліп жатады ауданымызда. Соның бәрін халыққа жеткізуге, халықпен кездесу өткізіп, әр сайлаушылардың алдына барып, ауданымыздың, республикамыздың экономикасының және ауданындағы облыстағы істелініп жатқан шаралардың бәрін халықпен кездесу өткізіп жеткізіп отырмыз. Рухани жаңғыруды сөз етіп отырмыз. Рухани жаңғырудың бір үлкен бір белесі мынау латын әліпбиіне көшу мәселесі. Бұдан да сіздер, мен ойлаймын, аудандық мәслихаттың депутаттары қалыс қалмаған шығар. Бұл да үлкен идеология жұмыстың бір саласы, үлкен өзгеріс. Бұл жөнінде не айтар едіңіз? Қандай жұмыстар бар? Енді негіз Қазақстан Республикасында тіркелген тілдерді дамыту мен қолдаудың 2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда. Оның ішінде мынау латын әліпби қолданысқа енгізу туралы өздеріңізге белгілі мынау өзекті мәселелер атты конференциялар, сондай-ақ латын
жастар арасында жаңағы латын әліпбиімен көшу, қазақ тілінде жаңа белестер атты акциялар ұйымдастырылып, осы жақында ғана өздеріңіз мына облыстық тілдер дамыту жөніндегі мамандармен бірлесе отырып, мынау диктант жазу жаңағы үлкен, ол жаңағы студенттер, оқушылар, мемлекеттік қызметшілер мен сол арасында 9805 адам қатысып, үлкен мынау диктант жазу, үлкен істер атқарылып, болашақтағы мынау латын әліпби көшуіне. Өзіңіз де жаздыңыз ба диктант? Өзім негізі жаздық. Қалай екен? Оңай ма екен меңгеру? Меңгеру өте кішкене, енді біздің уақытқа келгенде кішкене, бірақ меңгеріп кетуге болады екен. Негізі латын әліпбиінің еш қиындығы жоқ. Кішкене біраз көз үйренгеннен кейін жазып кетуге болады. Айта кетсем артық болмас. Негізі мынау Алматы облысы Жамбыл ауданы біздің мынау Түркия мемлекеті мен Қазақстанның арасындағы өте қарым-қатынас, өте жақсы, достық қарым-қатынас жақсы болғандықтан, осы 2015 жылы енді біздің әруақ риза болмай тірі байымайды деп, Сүйінбай атамыздың үлкен мынау Анкара қаласының орталығында 1,5 миллион халқы бар Кечурин деген ауданның орталығында үлкен жаңа саябақ ашылды. Ол саябаққа... Сіз барып қайттыңыз ба? Мен өзім бірге соған куә болып бардым. Айтып беріңізші. Ол енді өте үлкен дүние жасалды. Сол үлкен саябағы ашылып, негізі Түркияда елбасымыздың осы отырған бейнесінде үлкен ескерткіш бар екен, оны көрдік, өте риза болып. Сол Кечурин ауданын тұрайды. Бұл жаңағы қазақтар бар ма екен бұнда? Негізі қазақтар Түркия мемлекетінде бар екен, бірақ соның өзінде де мынау достық қарым-қатынас ретінде, мынау оның ішінде Жамбыл бабамыздың мына түркі тілдес елдердің арасындағы үлкен осы бір неміз Сүйінбай атамыздың жаңағы саябағы ашылды. Сонда облысымыздың әкімі Амандық Аббасұлы Баталов қатысып, сол жерде осы 2016 жылы осы жерге келіп Сүйінбай бабамыздың бүйсін қоямыз деп айтып кеткен. 16 жылы сол жерге үлкен Сүйінбай бабамыздың бүйсі ашылып, паркте үлкен, оны да барып көрдім. Одан кейін жаңағы мына Кечурин ауданы мен Жамбыл ауданының арасындағы өте қарым-қатынас, өте достық қарым-қатынастық белгілі білдіргеннен, Түркияның жаңағы сол Кечурин ауданының мері, әкімі өздерінің жаңағы Жамбыл бабамыздың көшесін берді. Көшесін. 2017 жылы көшесін беріліп, өткен жылы осы үлкен жаңағы Жамбыл атамыздың өмірбаяны жазылған тақта ашылды. Оны да өзім куә болып, 4 жыл қатарынан Түркия мемлекетіне барып көріп қайттым. Оларда қарымта сапармен келді ме? Қарымта сапармен ол кісілерді осы 90 жылдыққа орай, ауданымыздың 90 жылдығына орай былтыр келіп, осы үлкен бізде енді достық қарым-қатынас болып атқаннан кейін атамыздың тұла бойы тұрған 9 метрлік ескерткіш ашылды Жамбыл ауданында. Ескерткіштің жанындағы көшені Кечурин көшесі деп бердік. Мынау тек шығармалары ғана емес, ол ел мен елді байланыстырады ол тұлғалар. Мысалы жаңа өзіңіз айтып жатсыз, Түркия мен Қазақстанның байланысы Жамбыл баба арқылы көрініс тауып тұр. Үлкен көрініс тауып тұр. Үлкен, енді Түркияда сондай Сүйінбай бабамызды, Жамбыл бабамызды бағалап жатқанына, бұл қазақ халқын бағалағандық қой. Әрине. Елімізді бағалағандық, елбасын бағалағандық, мемлекетімізді бағалағандық деп ұғуымыз керек. Әрине. Өте жақсы жүріп. Дегенмен проблема әлі бізде көп. Соның біреуі мына дін мәселесі және. Мына дін мәселесі өте күрделі болып отыр қазір. Өзіңіз байқапсыз, теледидардан Сирияда жүрген қазақтар өткен жылдың соңына қарай 90 балама соны алып келді. Сирияда жүрген біздің жеткіншектерімізді. Жастардың арасында дінге бөлінушілік байқалады. Кейбіреуі жатағымға ілесіп кетіп жатыр, өзіңіз білесіз. Тіпті адам түсіне кірмейтін бір жатағымдарға ілесіп, соған кетіп жатыр. Бұл жөнінде мәслихат бұған қалай қарайды? Депутаттар осыны араласа ма? Мына ауданымыздың депутаттары бірлесе, имамдармен бірлесе отырып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңағы қызметкерлерімен бірлесе отырып, үлкен шаралар өткізіліп жатырмыз. Енді қазір айтсаңыз, ең осы неше түрлі салафизм деп атырады, мынау табиғи жамағат деп, табиғи жамағатқа кіріп атқан жастар енді бізде өте көп емес, бірақ ішінара болады. Сондықтан соны қазір
кіріп кетпеш үшін осы бірлесе отырып үлкен кездесулер өткізіп, жаңағы мешіттерге барып депутаттар үлкен өздерінің жаңағы қазіргі мынау қазақтың өзінің әдет ғұрпы, салт дәстүрі, өзінің осы қазақи дініміз бар, мұсылман діні бар. Сол нәрселерді үлкен түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Ұлттың иммунитетін көтеру үшін ұлтта түрлі қасиеттері болу керек. Сіздің ойыңызша біздің ұлтымыздың ең жақсы қасиеттері немесе кері тартатын кейбір кемшіліктер жөнінде ойыңыз қандай сіздің? Негізі Алматы облысы ауыл шаруашылығы ауданы. Қазіргі жастарға өте өздерінің бір еңбекке деген бір тартынысы жоқ. Ауыл шаруашылығында мамандар жетіспеушілікте. Ауданымызда енді Жамбыл атындағы мынау колледж бар. Мынау тракторист маманы, малшы, дәнекерші, үлкен жаңағы кіші мынау оқып мамандық беріп жатырмыз. Бірақ соны бітіргеннен кейін жастарымыз жұмысқа бармайды. Өте қиын мәселе. Өйткені көбінесе осы ауыл шаруашылығындағы осы мынау жеке шаруашылық қожалықтары қандай осы жұмысшыларға сұраныс жасап жатса, көп жастарымыз болашақта мына ауыл шаруашылығына барып қызмет істейін, осы еңбек істейін, еңбек табайын деген жастар өте аз. Сол әрине болашақтағы мынау өзіміздің ертеңгі осы ауыл шаруашылығының дамуына үлкен өздерінің бір титтей де болса қол ұшын беретін рухты ауыл шаруашылығы еңбекқор азаматтар өзі аз. Сондықтан ғана осы мәселе мені кішкене ойландырып. Не істеуіміз керек енді? Жастарды еңбекке алып келу үшін, жастарды ауыл шаруашылығына апару үшін біз оларға ең бір жағдай туғызуымыз керек шығар ма? Әрине, әрбір жеке кәсіпкер кейбір үймен қамтамасыз етіп жатыр. Басқадай шаруа, енді бәрі 100% бәрі қамтамасыз жатыр деп ойламаймыз. Әрине, кішкене жаңағы жастарға үйлендіріп, ауылда қалтырып, сол ауылда шоғырландырып, өздері енді қазақтың әрқашанда өзі ауыл жерде болғаннан кейін қара шаңырақ болады, ауылдан бөлініп, отау тігіп, бөлек шығып жатады. Сол кішкене сондай жағдайларда көмек болып, халықты ертең осы жастарды еңбекке баулып, алдыға қарай жетелесек, жастарымыз ертең сол араласып жұмыс істеп кетеді деп ойлаймын енді. Ауданымызда мынау 8.000 тонналық үлкен ауыл шаруашылығында жаңағы ет өңдейтін, экспортқа шығаратын газ комбинат осы жылдың аяғында, жылдың басында басталып ашылуына жақындап тұр. Оны да куә боларсыздар. Соған ауылды жерде өзінің малын байлап, жаңағы өзінің ірі қара малын байлап, бордақылап, сол жерге өткізсе болады. Сондықтан да енді халыққа мынау қазіргі мемлекетіміздің қолдауымен мынау кіші несие беріп жатыр. Сол жастарымыз енді қолдан келген азаматтар жаңағы өздерінің талап мынау не дейді ғой, төлқұжаттарын дайындап, жаңағы халыққа көмектесіп, микрокредиттер беріліп жатыр. Жаңағы азын шағын 3 миллионнан 6 миллион теңгеге дейін. Ауданымыздың біраз жастары соған тартып, сондай іс-шаралар жасалып жатыр ауданымызда. Жұмыспен жаңа қамтамасыз етіп, сол жастарды ертең азын-аулақ өздерінің жаңағы малын байлап, бордақ алаңдарын ашып, үлкен жаңағы ауылдағы 10 сотық жеріне көкөнісін өндіріп нетсе, ауданымызға инвесторлар шақырудамыз. Жаңағы сок шығаратын жаңағы мини нелер ашылып жетінен жұмыс істелініп жатыр. Соған мини заводтар ғой. Мини заводтар құрылса, соған ертең жастарымыз жұмысқа тартсақ деген ойымызда. Сіздің ауданда ежелден жаңағы ет комбинат деп қалдыңыз, ашу дұрыс қой. Сіздің ауданыңызда біраз жылдар болды емес пе? Шетелдік инвесторлар келіп, бір жаңаша малды бордақылап, ирандық азамат келіп. 2014 жылы Арман Жабидан деген ирандық азамат келіп, осы өзімізде мынау. Қазір бар ма ол? Бар, қазіргі уақытта қазір 3000 басқа бордақылау алаңына кейінгі жаңа немен салынған үлкен ашық прям астындағы неде мал бордақылау алаңы қазір 3000-нан 5000-ға дейін жеткізіп, болашақта 10.000 басқа дейін бордақылау. Шикізат бар ғой. Шикізат бар. Енді әрине ол өңдеу заводын, жаңағы ет өңдеу заводына негізі жылына 8000 тонна ет керек. Оны бірақ осы Алматы облысының қай аудандардағы бар бордақылап отырған жаңағы бордақылаумен айналысатын адамдар сол жерге апарып етін өткізсе болады. Ауданда білікті басшылардың бірісіз.
Енді қысқаша мына көрермендер де қызығып отырған шығар, сіздің өмір жолыңыз туралы қысқаша айтып өтсеңіз, қай жерден өндіңіз, қай жерде тудыңыз, кімдердің алдын көрдіңіз деген әңгімеде. Ал енді мен өзіме келсем, өзімді айта кететін болсам, мен сол Жамбыл ауданы Тау бөктерінде Ынтымақ деген ауыл бар, сол жерде үлкен семьяның отбасында дүниеге келдім. Әкем өмір бақи осы еңбекпен, осы ауылдың көркеюіне, өсуіне, сол кеңестер одағынан бастап осы сол өмірінің соңына дейін сол ауылда жеке шаруашылық ашып үлкен еңбектер сіңірді. Өзім енді анам 11 құрсақ көтерген. Мен өзі үлкен семьядан шыққам. Соның ішінде 6 ұл, 5 қызды анам дүниеге келтірген. Сол ауылда осы әкемнің тәрбиесін көріп, сол ауылда өсіп, сол ауылдан шықтық. Негізі үйде енді өзім 6 жыл болғаннан кейін 1971 жылы сол ауылда дүниеге келіп, сол ауылда 88 жылы мынау Қарғалы ауылында Әсет Бейсеуов атындағы қазіргі мектепті тәмамдап бітіріп, одан сол Қарғалыдағы еңбек жолымды осы алғашқы 89 жылдары мынау Қарғалы шұға комбинатында жұмыстан бастадым. Еңбек жолы Қарғалы шұға комбинаты атақты комбинат болуы кезінде. Өте атақты, мынау Союзға атақты, негізі сол уақытта 2-3 орын алатын шұға комбинатында жұмысты бастадым. Одан ары үлкен жоғарғы оқу орнына түсіп, 93 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен мынау жеке шаруашылық құру, крестьянское хозяйство дейді. Соны құрудың ең алғашқы крестьянское хозяйство шаруа қожалығын ашу, сол әкеммен бірлесе отырып, шаруашылықты ашып, осы 93-тен 2005 жылға дейін сол шаруа қожалығын жүргізіп, әкемнің жанында бірге орынбасар болып үлкен шаруашылықта жұмыс істедік. Одан кейінгі осы тәлім тәрбие алып, осы үлкен қызметке келуіме себепкер болған сол ауылдық округтың әкімі марқұм дүниеден өтті. Ол кісі Қази Бейсен Бақтыбекұлы, сол кісі де бас маман Ұзынағаш ауылдық округінің әкім орынбасары. Одан 2006 жылдан бастап аудандық мәслихатқа депутаттыққа ұсынылып, сол жерде мынау тексеру комиссиясының төрағасы болып қызмет атқардым. Осы 2013 жылдан бері аудандық мәслихатта хатшы болып қызмет атқарып жатырмын. Ауылыңа, еліме осы адал қызмет етсе, халықтың қандай да жағдайы мұқтажы болса, осы аудандық мәслихаттың үлкен рөлі жоғары дейді ғой. Сондықтан қазіргі уақытқа дейін осы қызметте жұмыс жасап жатырмын. Жамбыл ауданы болғаннан кейін бүгінгі хабарымызда соңына жетіп қалды. Енді ән жырмен аяқтаған дұрыс па деп отырмыз. Өйткені Жамбыл Жәкеннің өлеңдері жер жиһанға тарап кетті ғой. Әрине. Сондықтан өткен осы таяу арада жылдың басында бір бағдарламамызда сіздің ауданынан белгілі журналист, белгілі қабырғалы қаламгер Күмісжан Байжан бізде қонақта болған еді. Сол кісіге біз Жамбылдың өлеңін айтып беріңіз деп қолқа салып едік. Және эстафета жалғастырсын деп сұрақ қойдық ол кісіге. Ол кісі бір керемет өсиет деген Жамбылдың өлеңін оқыды, айтып берді де, сол эстафетаны сізге жалғастыруға тапсырған еді. Сондықтан Жамбылдың ұрпағы ретінде бір жақсы бір өлең оқып берсеңіз. Енді Жамбыл атамыз, Жамбыл бабамыз әрқашанда өзінің жырында осы елдің бірлігін, ынтымағын әрқашанда осы жырлап өткен. Соның бір шумақ өлеңін рұқсат болса, тілім жеткенше орындап айтып берейін. Енді ұрпағым іздеп келген бақытты жас, кімдегім бірлік бұзса халыққа қас. Бірліктің берік туы тек ынтымақ, өсиетім тек сол үшін құшағыңда аш. Өсиетім шындықты адалды сүй, ардақтаған халықты адамды сүй. Елдің тіккен іргесін игілікке, тек бүгінгі бақытты заманды сүй. Өсиет соған айт әдемі жыр, сүйкімді күй деп Жамбыл бабамыз әрқашанда осы қазіргі уақыттағы қазақтың берекелі, қазақша айтқанда қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заманда, сол уақытта осы ұрпақтарының осы тәуелсіздігімізді армандап, аңсап кеткен осы тәуелсіздікке ол кісілер сол уақытта өлең жазып, жыр жазып, халықты ынтымаққа, бірлікке шақырып отырған. Сондықтан енді өзім ойлаймын, Жамбыл бабамыздың әруағы бір аунап жатсын, әрқашанда Жамбыл ауданы батырлар мен ақындар елі. Елін, жерін сүйген адам, патриот адам деп бекер бағалаған жоқ қой елбасымыз. Бүгін студияға келіп, тамаша сұхбат жасағаныңызға үлкен рахмет етеміз. Ел қалаулылар, депутаттар
әрқашан елдің тірлігіне еркін араласып, халық пен биліктің арасындағы алтын көпір сияқты жұмыстарыңызды тамаша жалғастыра беріңіз деп тілек айтамын. Отбасыңызға амандық тілейміз, еңбегіңіз жемісті, тұрмысыңыз келісті болсын деп бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге болған Жамбыл аудандық мәслихаттың хатшысы Саят Жұрын. Әрбір сәрсенбінің сәтінде аман есен жүздесейік теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.